Ассалаумағалейкум. Бүгін өздеріңізбен Талғамсыз каналы. Біз бүгін Қазақпаратқа келіп түскен мәліметпен таныссақ, президент уәкілдігін тоқтату туралы шешім қабылдаған ұқсайды. Бұл мақаланы мен төте жазуда сіздерге оқып берейін. Президенттік уәкілеттігімді тоқтату туралы шешім қабылдадым, деді Нұрсұлтан Назарбаев. 2019 жылы 3 айдың 19 күні сағат 19-дан 9 минут өткен уақытта Астана Қазақпарат. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев республикалық телеарналар арқылы Қазақстан халқына арналған мәлімдеме жасады. Қазақстан халқына арналған мәлімдемесінде президенттік уәкілдігін тоқтататын жария етті, деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі, дейді. Қатты таңғалатын жаңалық. Білмеймін, алда елімізді не күтіп тұр, бірақ еліміз аман, жұртымыз тыныш, Қазақстанның дамуына ешқандай тосқауылдар болмас екен, еліміз аман, жақсы бір жаңа күндер болса екен деп ойлаймын. Біз елбасымыздың еңбегі орасан зор. Оның бірегей мақтанып айта алатыным, тәуелсіздік алғаннан бері шеттегі этникалық қазақтарды шақырды, және осы тәуелсіздік алғаннан бері қазақ халқының бірлігін, Қазақстан халқының бірлігін мықты қолында ұстады. Елімізде соғыс, жаңжал деген нәрсе болмады, Құдайға шүкір. Әлі де болмай ақ қойсын. Бейбіт дамыған қоғамда өмір сүріп, осы жылдар арасында біз бақытты өмір сүрдік деп ойлаймын. Қатты толқып отырмын, не айтарымды білмеймін. Жаңалық, өте үлкен жаңалық болғандықтан сіздермен бөлісіп отырмын.